Бала емізетін келіншек салқын су ішсе, немесе балмұздақ жесе, баланың тамағы ауырады ма? Немесе бала емізетін келіншек, мысалы жаздың күн ыстықта далаға шығатын болса, оның омырау сүті ашып кетеді ма деген сұрақ келіп жатады. Өйткені үлкен кісілер бала емізетін келіншектерге күн ыстықта далаға шығып келсең, бала емізер алдында омырау сүтін аздап сауып таста, өйткені ол ашып кетеді, баланың іші ауырады деп айтып жатады екен. Егер де біз олай ойлайтын болсақ, қыздар, демек сіз қыстың күні далаға шыққан кезде біздің ағзамыздағы барлық сұйықты, қан болсын, ол омырау сүті болсын, барлығы қатып қалу керек та, ал жазды күні оның барлығы қайнап кету керек. Әрине ол олай емес, оның барлығы миф. Біздің ағзамыз ол термостат секілді постоянно бір температураны сақтап ұстап отырады. Сондықтан бала емізетін келіншек ол ыстыққа шықса да, ол салқын су ішсе де, балмұздақ жесе де, оның омырау сүтінің температурасы ешқалай өзгермейді, қыздар. Егер де сіз бала емізу туралы, сүтіңізді көбейту туралы, сауатты емізу туралы көбірек ақпарат алғыңыз келсе, алдағы уақытта мен тегін эфирде барлығын түсіндіретін боламын. Эфирге қатысу үшін осы видеоның астына немесе менің жекеме 2 санын жазып, арнайы WhatsApp группаға тіркеліп алыңыз.